Нұрғиса Тілендиевтің естелігінен. Жаңылмасам, ақын інім екеуміз біздің үйде тұп-тура 30 күн үздіксіз жұмыс істедік. Ара-арасында серуенге де баратынбыз, бірақ өндіртіп жұмыс істедік. Бүгінде ел арасында шырқалып жүрген Мақатаев сөзіне жазылған менің әндерімнің көбі сол 30 күн ішінде менің шаңырағымда жазылған дүниелер екенін екінің бірі біле бермес бәлкім. Сол тұста қай әннің қалай жазылғанынан белгілі әнші Бақыт Әшімова мен Нұрғали Нүсіпжановтың және Қайрат Байбосыновтардың да хабарлары бар. Өйткені олар Мұқағали екеуміздің жаңа әндерімізді алғаш рет орындаған әншілер. Кім білсін, былайғы жұрт әртүрлі ойлайтында шығар. Нұрғиса мен Мұқағали қалайша ай бойы тәртіп бұзбай, тапжылмай өндіріс жұмыс істейді екен деушілер де табылар. Мейлі, айта берсін. Ал мен өз басымнан кешкен өмір кезеңінің бір үзігін ғана айтып отырмын. Бір күні Мұқағали маған ойлы көзімен қадалып тұрып, «Аға, мен үйге кетем. Енді босатыңыз. Осы дүниелер елімнің кәдесіне жараса, онда бақыттымын. Бауырымның дерті қозғалып қалыпты» деді. Ауыр күрсінді. Сонда мен оны бұл жалған дүниенің жарығында соңғы рет көріп тұрғанымды білсемші. Мұқағали дүниеден өткен соң қатты күйзелдім. Жүрегім әлсіреп 2 айға жуық емханада жаттым. Арада 2 ай өткен соң жұмысқа киетін бешпентінің қалтасынан хат шықты. Мұқағалидың жазуы. «Аға, мен ғой. Дертім қосып барады. Не боларын білмеймін. Мынаған назар аударып көрерсіз» депті. Емханада қатты ауырып жатқанда маған жіберген сол өлеңі есіңе мені алғайсың екен. Жаным күйзеліп отырып, ақын інім көз жұмғаннан кейінгі 2 айдың ауыр бір күнінде әлгі өлеңге ән жаздым. Міне, аяулы Мұқағалиымды бүгінде есіме алып отырмын.